Сәлем достар, бүгін бізде жаңа тақырыбымыз 3-ші С бөлімі санды және әріпті өрнектер. Теңдік және теңсіздіктер, санды және әріпті өрнектер. 88-ші сабағымызды бастаймыз. Қазақтың ұлттық ойындары бәйге. Жарысқа қатысушылардың есімін және нөмірін анықта дейді. Оқушылар, естеріңізге сала кетейін, біз сабағымызды бастамас бұрын әдеттегідей каналымызға тіркеліп, достарымызға таратып, осындай апай осындай есеп шығарады екен деп таратсаңыздар болады. Келесі. Асылбек 6-ға 8-ді қосамыз, 14. Дұрыс па? Демек, Асылбек міне келе жатыр. Так, 46-тан 30-ды азайтамын. 16. Дұрыс па? 16-шы нөмірлі міне алда келе жатыр. Так, 82 азайтылған 61 дейді. Бұл бізде 19. 19-шы нөмірлі атымыз. 19 ба? 70. Жоқ, 21. 21. 21-ші келе жатқатымыз міне. 28 азайту 17, 11. 11-ші келе жатырған мәдиіміз міне. 60-тан 1-ді азайтсақ 59. 59-ші нөмірлі атымыз қайда екен? Міне, бұл ерланымыз. Так, 32, 37-ні қосатын болсақ 69. 69-ші нөмірлі артта келе жатыр. 59-дан 31-ді азайтатын болсақ 25. 25-імізді әл ортасында келе жатыр. 49-дан 26-ны азайтатын болсақ 23. 23-ші алдыда келе жатыр бекзатымыз. 9-ға 6-ны қоссақ 15. 15-ші нөмірліміз тағы артта келе жатыр екен. 62-ден 42-ні азайтатын болсақ 22. 22-ші нөмірлі дәл ортасына келе жатыр сырым. Келесі есеп. Теңдік тура болу үшін бос орындарға қандай бір таңбалы сандарды жазуға болады? Бір таңбалы дейді. Бір таңбалы. Мысалы 9-ды қоятын болсақ. 57-ге 9 қосатын болсақ 65, 65-ге 4-ті қосатын болсақ 69. Так, бір таңбалы сан болса, 9-ымыз азайтсасақ, қанша шығады мына жерден? 9 азайтатын болсақ, 9 шығады, дұрыс па? 9-дан жоқ, келмейді екен мына жер. Так, 58-ден бір таңбалы сан азайту керек. Так, бір таңбалы сан мына жерде 8 азайтайықшы. Сонда 90 болады, 90-нан 6-ны азайтатын болсақ 84. Келесі. Мүмкін болатын теңдіктердің бәрін құрастыр дейді. 70 қосу Б және 10 дейді. Бұның мәндері мұнда тұр. Және 70-ке 10-ды қосатын болсақ 80. 70-ке 20-ны қосатын болсақ 90. 70-ке 4-ті қосатын болсақ 74. 70-ке 14-ті қосатын болсақ 84. 70-ке 24-ті қосатын болсақ 94. 70-ке 10-ды қосақ 80. 80-нен 14-ті азайтатын болсақ 66 ма? 90-нан 14-ті азайтатын болсақ 76. Келесі 74-тен 14-ті азайтатын болсақ 60. 84-тен 14-ті азайтатын болсақ 70. 94-тен 14-ті азайтатын болсақ 80. 94-тен 14-ті азайтатын болсақ 70 болады. Так, тұра тұрыңдар. 14-ті қоятын болса 84. 84-тен жоқ, мына жер дұрыс 80. Келесі. 10-ды қоямыз. 30-ға 12-ні қоссақ 42. 42-ге 10-ды қоссақ 82. 42-ге 20-ны қоссақ 62. 42-ге 4-ті қоссақ 46. 42-ге 14-ті қоссақ 56. 42-ге 24-ті қосатын болсақ 66. Келесі балалар, өрнектерді оқу, оларды қандай топтарға бөлуге болады? 26-ға 14-ті қоссақ бізде 40 болады. 100-ден 40-ті азайтатын болсақ 60. Так, 700-ден 100-ді азайтатын болсақ, 600-ді азайтатын болсақ 100. 100-ге 900-ді қоссақ 1000. Келесі. Мына жерде 600-ден 200 азайтатын болсақ 400, 400-ден 100 азайтатын болсақ 300. Мына жер 100, 400 болады. Енді қараңдар, Б-ның орнына 40-ты қойсақ 10 болады. Д-ның орнына 50-ді қоятын болсақ, Д қайда? 50-ді қоятын болсақ 88 болады.
Ал енді А-ның орнына 60-ты қоятын болсақ, 15 болады. Ал мына жерде Б-ның орнына 40-ты қоятын болсақ, 92 болады. Келесі. Жарысқа 30 қатысушы келді. Олардың ішінде 15-і тәжірибелі, 5-еуі жаңадан бастаған. Қалғандары қосалқы ойыншылар. Өрнектің мәнін табыңдар. Қалғандарын табуымыз керек. Жарысқа қатысушы 36 болса, 15-і тәжірибелі, және бұның жауабы 5 болады. Ортасында міне 15-і тәжірибелі және 5-еуі жаңадан. Екеуін қосып барлығынан азайтамыз. Келесі, бұл маусымда команда 12 ойында жеңді, 9 ойында жеңіліп қалды. 6 ойынды тең аяқтады. Команда бұл маусымда барлығы қанша ойын өткізді? 12 қосылған 9 қосылған 6. Қанша болады? 18, 27 болады екен. Келесі. Так, балалар, келесі қалдырылған жақшаларды орнына қой дейді. Так, 40 азайту 8, қосу 7 мына жерге қойсақ болады. Мына 15 шығады. 40-та 15 азайтсақ 25. Мынаны мына жерге қойсақ болады. 9-дан 6-ны азайтсақ 3, 50-ден 3 азайтсақ 47. Так, мына жерде тоже мына жерге қойылады. 30-дан 10-ды азайтсақ 20, 86-дан 20-ны азайтсақ 66. Мына жерде так, мына жерге қойылады. 22, 42-ден 22-ні азайтсақ 20 болады. Келесі. Шаршылардың жиынына жататын фигураларды ата дейді. Және қара түсті фигуралар жиынына жататын фигураларды ата дейді. Үлкен қара фигураларды ата. Қызыл шеңберде қандай фигуралар бар дейді. Так. Қызыл шеңберде шаршы. Мына жерде шаршы бар, мына жерде үш бұрыштар мен дөңгелек және көп бұрыштар бар. Осылай жазып қойсаңыздар болады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.